Құрметті павлодарлықтар, менің есімім Қобланбек Нұрмұханұлы Кожин. Павлодар қалалық мәслихатының төрағасы болып тағайындалдым. Ағымдағы жылдың 19-ында сайлау өтті. Сол сайлаудың қорытындысы бойынша Павлодар қалалық мәслихатына 24 депутат сайланды. Қалалық мәслихатта 5 тұрақты комиссия бар. Олар: тұрғын үй коммуналдық жөніндегі тұрақты комиссия, экономика және бюджет, әлеуметтік және мәдени даму жөніндегі комиссия, жер қатынастары мен қала құрылысы жөніндегі комиссия, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөніндегі тұрақты комиссия. Барлық 5 комиссияға депутаттар жұмылдырылып, төрағалары сайланды. Үгіт-насихат кезінде әр депутат өзі округында азаматтармен кездесіп, проблемалық сұрақтарды анықтап, оның шешу жолдарын сіздермен бірге талқылаған болатын. Барлық сұрақтарды біз өзі жұмысымызға алып, оларды орындайтын боламыз. Әрине, кейбір сұрақтар тез арада шешіліп жатса, кейбіреуіне уақыт қажет болады. Павлодар қалалық мәслихатының ресми парақшасында сіздер депутат жайлы ақпараттарды көре аласыздар. Ол жерде депутаттың аты жөні, телефонының нөмірі, қай кезде, қай мекен жайда қоғамдық қабылдаулар өткізетінін көре аласыздар. Сонымен қатар осы видеоның астында депутаттардың аты жөні мен телефонын да қалдырайын. Барлық депутаттарда әлеуметтік жүйеде өзі жеке парақшалары бар. Сол парақшадан депутаттың істеп жатқан жұмысын көріп, өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Құрметті павлодарлықтар, сіздермен бірігіп, тұрғындарымыздың әл-ауқатын жақсарту жолында жұмысымызды атқарамыз.